Байхан бір Джеймс Бонд болып тұрсыз ғой. Досыңыз естілмеді сен? Қалайсыз? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Сіздің фаворитіңіз немесе өзіңізге қарсылас көріп жүрген кім бар Ханзадаға? Мен өзім қарсыласпын ғой негізінен. Менен асқан ешкім жоқ бұл жерде. Жақында бізде Ханзадалық болады ғой. Ханзада. Дайындық бастап кеттіңіз ба? Дайындықты демесеңіздер, сіз баяғыда бастап кеткенсіз негізі. Бірақ енді мына жерде дайындалғандарын көріп, мен кеше кішкене өзімді жоғары санап қалдым негізі. Алар дайындаламай ма, бір бөле. Біздікі айтпай жақсы аха. Айтпай қойын онша емес деп енді бірақ төмен дәрежелі. Енді эфирде көресіздер қалай болады, не болады, қызық бола ма, қалай болады. Жарамыз енді құдай қаласа. Енді өзгелердікін бір төмендеу деп жатыр. Абылайханның қандай дайындалып жүрген бір номерлері бар, бәрін бірге көрейік. Құдай қаласа. Сіз өте қатты бір интрига тастап кеттіңіз, енді соған лайық болдыңыз. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыз? Бүгін жалғасырап қалдыңыз. Бүгін ертең қасымда жоқ, белгілі бір себептерге байланысты. Сіздің Ханзадаңыз Ернар ма? Және Ернар болса, Ернарға қарсылас ретінде кімді лайық көресіз? Әрине Ханзада Ернар болады. Мен оған сенімдімін, және де қарсылас ешкімді көрмеймін. Себебі менің қасымда ер азаматым өте мықты ер азаматтардың бірі, және де лайықты. Мүлдем ешкім қарсылас бола да алмайды. Шаңына да жолатпай алған. Жоқ, шаңында жуытпаймын. Мен поддержка. Ернардың дайындығы мықты болып жатыр ма негізі? Оны мен халықтың өзі көрген қалаймын, бірақ әрине осы жердегі отырған балдардың барлығы дайындалады. Және де Ернарға ешқандай да күмәнім жоқ. Сіз көмектесіп жүрсіз ба дайындығына? Көмектесіп жүрсіз бе деген кезде сөздерімен иә, бірақ енді алдағы уақытта іс-әрекеттерімен көмектесетін боламын. Ернарға сәттілік. Қайырлы күн, ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, амансыздар ма? Жағдайларыңыз жақсы ма? Bir нәрсе түсінбеймін да нағаш. Мысалға бір пресс шөп жоңышқа 2500 теңгеден сатып жатыр қазір. Жылқының етін 2500 теңгеден сатып жатыр. 1 кило етің 2500, бір пресс жоңышқаң 2500. Енді ол 2500-ге сатып жатқан жылқының еті точно жоңышқа жеп жатыр ма? Вопрос в этом. Не болып бара жатыр. Полная монополия нағаш. Білгенін істеп жатыр. Бағада контроль жоқ. Әркім өзі білген бағаны қойып жатыр. Болмайды бұл. Алысқа бармаймыз. Это явно алысқа бармаймыз.